Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай керемет болып шығатын жұмсақ, ең оңай рогаликилердің рецептімен бөлісетін боламын. Бізге ол үшін жылы су, жылы сүт және қант, тұз, ашытқы, жұмсақ сары май және де ұн керек болады. Бұлардың барлық құрамдарын мен осы жерден қанша штук шығады және де қанша зат қолдандым, бәрін описанияда қалдыратын боламын. Ең алдымен жылы су, жылы сүтімізді араластырып, оған тұзымызды қосып, қантымызды қосып, қантты қанша қосу сіздің өз қалауыңызша көп немесе аз қоссаңыз болады. Тәттіні қалай жақсы көретініңізге байланысты. Одан кейін сары майды қосып, ашытқымызды қосып, жақсылап араластырып, ұнымызды ситадан өткізе отырып салатын боламыз. Ұнды міндетті түрде ситадан өткізіп салыңыздар. Бұл біздің қамырымыздың жақсы көтерілуіне, жұмсақ болып, жақсы пісуіне үлкен рөл атқарады. Сондықтан міндетті түрде ситадан өткізе отырып жасаңыздар. Енді қамырымызды көтерілу үшін бірнеше сағатқа жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болған соң, оны біз теңдей бөлікке бөлуіміз керек. Ол үшін біз арнайы аси таразысын алып, дайын болған қамырымызды өлшеп аламыз. Менде 1,64, яғни 1 килодай шықты. Енді осыны теңдей бөлетін боламын. Теңдей бөлгенде 532 граммдай бөлінеді. Енді оны домалақ етіп жаямыз. Жайғанда бір қалыңдығы 1,5-2,5 сантиметрдей етіп жаясыздар қалыңдығын. Қатты жұқа қылуға немесе қалың етуге де болмайды. Қалың болса шикі болып піспей қалуы да мүмкін. Енді өз қалауыңызша 3 бұрыштап кесесіздер. 3 бұрышты үлкен ғып істесеңіздер болады, немесе кіші ғып істесеңіздер болады. Оның бәрі сіздердің өз қалауларыңызша. Енді оған біз варенкамызды салып, оны ұлу тәрізді етіп орайтын боламыз. Дәл осы видеода көрсетілгенде істесеңіздер жақсы шығатын болады. Ал мен екінші салмасына шоколад қосатын боламын. Сіздер ақ шоколад немесе қоңыр, қара шоколад, кез келген шоколад түрлерінде пайдаланып, салмасына қолдануға болады. Енді қалғандарын да дәл солай істеп шығамыз. Енді кезекте мен жұмыртқамен қант араластырып, жаңағы дайын болған рогаликилердің бетіне жағатын боламын. Сіздер қантты қоссаңыздар да болады, олардың бәрі сіздердің өз қалауларыңызша. Тәттіні қатты жақсы көрсеңіз, тәтті болғанын қаласаңыз, қант қосып істеуге болады. Жұмыртқаның құрөзін жақсаңызда жақсы шығады. Мінеки, біздің рогаликилер дайын болды. Өте жұмсақ, керемет болып шықты. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.